Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жүрген пирогтардың бірі, бір жасағаннан шығатын карамельный пирог дайындайтын боламыз. Әдеттегідей ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Қамырын жасау үшін бізге осы экранда көрсетілген заттар қажет болады. Мөлшерін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Електен өткізілген ұнымызға қант ұнтағы, қопсытқыш және сармайды салып, жақсылап біріктіріп, крошка жасап аламыз. Сонан соң бір жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып, жартысын қосып отырып, орташа жұмсақтықта қамыр илеп аламыз. Не қамырымыз осындай қолға жабыспайтын эластичный қамыр болып шығу керек. Не енді дайын болған қамырымызды формаға салып, жақсылап жайғастырып аламыз. Міне осылайша бір тегіс етіп жайғастырып аламыз. Сонан соң салмасын дайындаймыз. Салмасына қаймақ, вареный сгущенка, жұмыртқа және кішкене қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Міне осымен салмамыз дайын. Мен бір қасық кукурузный крахмал қосып араластырдым. Сіздер қоспасаңыздар да болады, өз еріктеріңіз. Сонымен дайын болған массамызды дайындап қойған қамырымызға құйып, 160-170 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне пирогымыз пісіп шықты. Енді бұл пирогты бөлме температурасында 2-3 сағатты суытып, сонан кейін ғана формадан шешіп, холодильникке бір салып алсаңыздар, өте керемет болып шығады. Мен бұл пирогты заказға жасағандықтан сіздерге кесіп көрсете алмадым. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода кездескенше